Үйдегі қарапайым заттарды қолдана отырып, баланы ерте жастан бастап дамыту. Баланың мелкий моторикасын, логикасын, ойлау қабілетін арттыру үшін, жалпы әріптерді, сандарды ерте жастан бастап үйрену үшін осындай қарапайым ойын түрінде бастап ойнатып үйретеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл ойындарды жасаудың еш қиындығы жоқ, тез жасалады және де үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Яғни картон қорап, краска, фломастер, карандаш, қосымша ретінде скотч, фольга, түрлі коктейльные трубочки, скрепки, бутылкалардың крышкалары, агушаның крышкалары сияқты тағы да басқа заттарды қолдануға болады. Бұл ойындардың жасалу жолы менің YouTube каналымда толығымен көрсетілген. Бұл ойындардың көбі мелкий моториканы дамытуға, түрлі түстерді анықтауға, айыруға және де геометриялық фигураларды толығымен жаттауға, әріптерді, сандарды жаттауға және де жаттау қабілетін арттыруға арналған ойындар. Менің 2 балам бар, үлкенім 3 жас 7 айда, екіншім 1 жас 7 айда. Балам осы жасында қазақша және ағылшынша алфавитті жатқа біледі, 1-ден 10-ға дейін қазақша, орысша, ағылшынша санауды біледі, геометриялық фигураларды қазақша, орысша, ағылшынша айырып біледі және де түстерді де солай 3 тілде біледі. Сонымен қатар жеміс-жидектер, суасты жануарлары, жалпы жануарлардың атауын 3 тілде біледі. Қазірде қызымды да соған бейімдеп жүрмін. Негізі мен баламды 1 жас 8 айынан бастап қолына қалам мен парақ беріп, жазып, сызып үйреткен болатынмын. Көпшілігі ойлайды, бала кішкентай және ақпараттарды қабылдай алмайды деп. Негізі қаншалықты ерте дамытқан болсаңыз, соншалықты балаңыз алғыр болып келеді және де информацияны қабылдауы өте жеңіл болады. Ертең 1-ші сыныпқа барған кезде сізде үй тапсырмасын орындау мүлдем қиындыққа соқпайды және де алдағы уақытта білім ғылымға деген құштарлығы ерекше болады. Күнде осы ойындарды 20-30 минут қана ойнай отырып, баламның сөз қоры біршама артқанын байқадым. Негізі менің осы каналым баланы ерте жастан бастап дамытуына үлесімді қосу үшін арнайы ашылған канал. Егер менің осы видеоларым ұнаған болса, пайдалы болса, лайк басып астына жақсы ниеттеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мені жаңа идеяларға, жаңа ойларға шабыттандырады. Және де идеяларыңыз болса, маған қоса отырыңыздар. Бұл ойындардың жасалу жолы өте қарапайым, және де менің YouTube каналымда толығымен барлығы айтылып көрсетілген. Менің YouTube каналыма тіркеліп, осы ойындардың жасалу жолын қарап, үйде жасап, балаларыңызды менімен бірге танытыңыздар. Сіздермен бірге болған Дана, келесі видеоларда кездескенше.